Жаке, сварщик жігіт ночной клубтағы жарқ жұрқ етіп тұратын света музыкаларды упыр көрмейді екен. Бір балалық алмаған көкем әлі бесікке жатады екен. Шашличник болып істейтін көкеміз ұйықтағанда түнімен аунап шығады екен. Бір сухой салфетка жылап влажный болып кетті. Негізі сухой болып бастаған ба? Иә. Күшті. Прикинь, Африкада пешеходтың орнына зебраның терілерін лақтырады екен. Шыңғыс ханның 495-ші әйел айтады дейді, шәкеңді бір-екі рет көрген болмаса былай танымаймын деп. Бұлай сырттай танайын деп па? Өте жақсы. Енді біздің қатысушыларымызға да бірдеңе қалды. Солар оқысын, бірінші орын алып кетерміз. Қазір екеуміз жеңіп кетті соңында ше. Жігіттер, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Олай болатын болса, оң қолымызды алға. Сулифа. Сулифадан отайықшы қатер. Кім оқиды? Аза бастайды. Ұтылған адам бастайды. Ұтылған адам бастайым? Ұтылған адам қастайды. Бірінші әзіл. Буратино түшкірген кезде мұрын апел күшат екен дейді. Что? Апел күшат. Буратино. Шашау. Буратино қарап, бір күні бір тоқылдақ Буратино қарап айтады дейді, брат, сен маған нағаш болып келеді сияқты. Жұмысқа кіресің бе десе. Жұмысқа кіресің бе десе. Брат, жұмысқа кіресің бе дейді. Оқиқта. Осы жобада бір әзіл десе. Балықтар өздерінің шөлдеп жүргенін білмейді екен. Суда жүргенсің бе? Бермей қойсыздар ма? Екеуіне де. Бір балық жүріп, балықтар өздерінің шөлдеп жүргенін білмейді екен. Су жібереді дей ме? Суда жүргенсің білмей тұр ғой. Иә, суда жүрген білмейді. Бір балық кетіп батқан ғой, сосын алдынан бір балық су ішесің бе? Үйленіп аквариумға еншісінен шығып кетті. Бір балық па? Бір балық 180 мыңға аквариумда тұрып жатыр дейді, семьясын алып бөлек өздері. Ал, не болды? Бір балық. Дайындық болсын. Бұл жігіттер, бұл қыздыру екеуіңізге де 0-0. Жартай бүгіп ойым өтіп тұрған жоқпын ба? Болды. Енді сіз бастайсыз ғой. Қызылұрышта палуан. Очкомен жеңіп келатқан сияқтымын да. Крокодилдер лакостадан киінеді екен. Так, лакостыны алып тейін да кәдесі. Оны оқып қойды дейді. Жағыз қойырды, әншіка биші болып кетті дейді. Жағыз қойырды, әншіка биші болып кеткен бе? Ол негізі ауру ғой. Өзі келіп отыр міне. Отаға десе. Өзі келіп отыр. Міне. Билеуші. Қайсысы? Тамаша, өте керемет. Бір-бір пайданы екеуіңізге де. Мына жиза ол. Ағалар қандашы мынандай әзіл бір дейді. Тұтығып сөйлейтін тамада тойды таңғы 5-те аяқ дейді. Қасында жағырыс қылатын бишісі. Бәрі комплект. Комплект 8.600. Алған адам көзі көрмей ма той иесінің? Музыкант көрсе сол жоқ. Тұтығып сөйлейтін тамада той таңғы сағат 5-ке дейін басқарған екен. 5-те шығып, есік алдына шығып, үшкірсе апел шығып тұр дейді. Қарса жерде балғат. Ыраға тілі келмейтін тамада 2-5 7 деп. Бұл әшейін неге? Есептеп қоймаңдар, иә. Менде көп десе. Әшейіндеріңізді бересіз ба маған? Бұл серьез алып оқиды. 2-5 деп серьез оқып. Оқиды ма? Так, бір жалқау боксер бандит болып кетті. О, жиза. Тренировкаға бармай ма? Қайсысы? Михонда тағы бір ұпай? Мен бастайын ба? Сіз бастайсыз. Түсі жоқ қасқыр өрістегі малдар тек еңіп кетеді дейді. Еркекке қарамай ма сонда? Еркекке қарайды ғой. Еркек ұрқашыға қарамай ма екен деймін. Ол кезде бақалар болған. Ол кезде тек қана сиырлар жайылып жүрген еңіп кетеді. Сен болдың ба кезде? Еще соқыр болса. Ертесіне тағы келемегенді күтіп отырса олар.
бөлмеден сиырлар бүйтіп отырса ана бала тамақ ішті ме келмеді ғой деп отырса Қайтында десе, қазір қасқыр келу керек еді. нағыл екен бөлмелеріне андай қызыл свет жағып күтіп отырса. Бүгін кете алмаймын десе. қасқыр стоматологқа бір репостқа сіздер тастап бермейсіздер ме десе Сүтке тойын ет жегім келеді десе. брат мани пісіріп берші михон Мынау не оқиды екен деп қарап отырсыңдар ғой. Газеттен оқығандай оқиды екенсің. Аспай ма? бірінші өзі оқып күліп ала ма Көп ішетін тасбақа тасын әр жерге қалдырып, ұмытып, ақыр аяғы жоғалтып құрбақа болып кетіпті. ай алла четкий 3-2 Құрбақа ол. Енді сіз бастайсыз ғой. мен Қандай бастаймын. қатты немен жүреді ғой. Болды. есептеп па Так мен жаңа ең сіз оқиды. Штрафқа көп түсетін ағамыз даже тойдың камераларынан қорқады екен. үйден шықпай ма Сәл нәзіктеу аязда қасына снегурочка дос басы ертіп тоғыз қыздың арасында өскен аязда ма тоғыз қыздың арасында Жақсы. екеуіне де ме 4-те 3 жігер тобы алдады. жігер тобы алды Бір штрих корректор ручке қарап, біз ағартушымыз деп айтады. Макияжы қалың қыздар өздерін бірдеңенің артында тұрған сияқты сезінеді екен. Панада тұрғандай ма? Ықта. Стена ма? 5-те 4 Көлеңкеде ма? бірінен соң бірі қатты кетіп отыр жігіттер бетінде маникюр не седі бетінде макияжы қалың қыздар сәл бүйтіп шығып қарағысы келеді Жанына қарайды екен десең де. бүйтіп қарағысы келеді екен дейтін Мен ғой. сен ғой Так. Тігінші апа әңгімені қысқартып айтады екен дейді. Зігідігідігідік деп. Зігідігідігідік. тігінші апа әңгімені тек иә жоқ білмеймін деп жауап беремін Қысқартып айтады да. Бір пысық кенгуру төс қалта тіктіріп апты. төс қалтасы ғой мына жерде айкстардың сондай ручкалар салып қойған очки салып қойған қалтасына Андай сағат ше. Шынжыры бар. Тоқалдың балалары. 6-та 4 алда 46 жас. Мен оқимын ба? михон иә Балықтар ұйықтағанда аузынан су аққанын білмейді екен. шөлдегенін білмейді Мен білмейді. су аққанын білмейді Не? Бір дальтоник светофор өтіп бара жатқан адамдар, брат, қарайшы қандай шет жонып тұр деп. екеуіне де бір ұпай вообще қалай жестко да қиын екеуі де Бір тақыр баспа барбершопқа кіріп барып бәрі бүйтіп қараған ғой. Не кілт алып кетуге келдім деп. жоқ тақырбас сола барбершопқа кіріп келген ғой бәрі қарап қойған брат посыльный бір сағат посыльный қосып жіберіп қойсың Бір тақырбас бала барбершопқа кірген ғой. Біреу кілт алуға келдің бе депті. сразу кіріп қойған ба тақырбас Жоқ сола сана. Так, мен егер шын мәніне келетін болсақ шын мәнісінде Шынайық достар. Тасбақада 3 тас болады екен. Екеуі бүйрегінде. Жоқ, екеуі бүйрегінде да. екеуі бүйрегінде дейтін бар да екеуіне де бір ұпайдан Жоқ, екеуіне деген жоқ, біреуіне де. азаматқа бастыңыз да есеп Тақырбас туралы жақсы кетіп отыр ғой. 6-да 7 Біреуіне айтайын, жезден басына өткен. Бір тақырбаспа бір тақырбаспа мұзға тайып баспен түсіп қайтып аяқпен тұрып қалыпты ғой. баспен түсіп қайтып Білмеген ғой. почкасында тасы бар адам сол отып кетті дейтін еді Қыздың көзі қызылда дегенді естіген бір ата сақалын қызылға бояп алыпты. 7 болып қалды ма не? аз аға бір ұпай есеп 7-де 7
бір тамаданың үйінде 15 жыл тұрған попугай айтады дейді. Бізге де бір-екі құда алып беріп қойшы, басқарамыз. Мен уже білем, бірақ қалай басқаратынын деп. Екінші бет ашылды ғой уже. Шыңғысхан атына 500 сериясы әйел деген нөмір тағып апты. 500 AL дейтін серия тағып алған ғой, Деп жазып қойыпты мына елге. Мен емес, дешіш. Маған сөйтіп мені подставить еткен, солай. Газетке. Есеп 8-де 7. Михон. Кәрі кенгурудың қалтасында бәкісі жүреді екен. Алманың сыртын ажып жейді ғой. Ет жейді арасында. Түз қалтасында. Ана кішкентай кенгуруларға әшуін кесіп аламын деп айтады. Көп қой жалпы. Бала деп. Енді атасының қалтасында жүру керек қой жалпы. Шаппалар жүретін еді. Аза. Мұрды бітеліп қала беретін бір піл айтады дейді, осын салбыратта кесіп тастау керек еді. Еще былай айтқан ғой. Еще піл былай айтқан ғой. Осы салбыраттан етіп. Бір не бар еді, бір піл пазарняға жұмысқа кетті. Бірдеңе дейтін бар еді ғой. Бір піл пазарняға резюмесін лақтып тастаған дейді. Бір пілді сүндетке отырғызып тастапты. Екеуіне де ме? Есеп 9-да 8. Жігіттер 2-2 биатлоннан қалды. Саусағы түгел емес бала, менталды арифметикада ұтылып қала береді дейді. Тек бүйтіп тұратын болып тұр ғой. Михон саған осы жерде мүмкіндік қой енді. Су ішкен құдығыңа түкірме штраф. Не болды мынау? Көке, Сен іштен оқимын деп сырттан оқып жүрген жоқсың ба? не ішесіз көке? Іште өзіне оқимын деп сырттай оқып жүр. Жоқ, дайындалып қойсын жігіттер. Соңғы. 15 жыл той басқарған тамада Индравере таксиде жүріп түскен заказ, так, ол күні бос емеспін деп шай берді. Соңғы, мысалы Соңғы деген кешін. Тақырба шайлы бір не? Бір өнерлі қыран орманнан театр ашып апты. Сөйтіп Жарғанат деген қайырымдылық қорын ашып, ұясы шоқтарға ұя сап беріп жатыр екен. Бұл астарда бар екен да бұның. Астарында меңзе батырда. есеп бізде 9-да 9. Пенальти. Есебіз пенальти тиме ме? Рахмет жігіттер, өте керемет, өте жақсы болды өйім, өйткені көрермендерге де кәдімгі шынайы күлкілер естедік. Жігіттерге. Игойн тең түсті. Келесі бағдарламада сәттілік тілейміз, жігіттер жеңіске жетулеріңізге тілейміз. Индрайвер болмағанда жеңетін едің. Менде бар еді негізі жаңағы. Сен индрайверің маған плюс Өнер ағандарда ағаларымыздың әзір айта беру керек ке ма негізі? Иә, ондай қарамайды ғой. Менде бар еді бір өкіс. Жоқ, бұл кісі анд еткізіп қарамаңдар сендер мына қазылар. Шыңғысхан кедергі болды ғой маған. Сосын біреуін жаңа іштен оқимын сырттан оқып қойдың. Ол бар. Маған да 6 әзіл кедергі болды. Көп әзіл болған. 6 әзіл кедергі болды. Маған, қатсам дегенім кедергі болды. Жаңа соңында мысал бар ғой. Соңғы дегенде нені оқитын оқышсын. Соңғы дегенде жаңа мысалы. Индрайвердің орнына. Тағы шанс бар дегенде ма? Иә, бір шанс бар дегенде индрайвердің орнына. Енді иманы әлсіз жігіт жайнамаз жоғалта берді. Бұл бірдей индрайвермен. Индрайвермен бірдей бұл. Мен тек оқып атқан жоқпын ба? Келесі турға алып қоймын. Осыны бағана тақырбастың орнына оқығанда мен ұтатын едім. Иә. Қымбат достар, бүгін бізде болған Азамат және Михон. Қош келдіңіз. Рахмет жігіттер.